Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте ерекше десерт брауни чизкейк даярлаймыз. Бұл десерт шоколадты сүйіп жейтіндердің жүрегінен орын алады. Жасалуы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Бұл десерт үшін бізге 20 грамм 70% шоколад, 20 грамм сары май, 2 дана жұмыртқа, 20 грамм қант, 1 шымшым тұз, 60 грамм ұн, 20 грамм какао, және 1 дана жұмыртқа, 50 грамм қант, 300 грамм творожный сыр, және қалауыңыз бойынша 100 грамм шие қажет. Алдымен шоколад пен сары майды на водяной бане ертіп аламыз. Ол үшін бір ыдысқа су құямыз, оның үстіне тағы бір ыдыс қоямыз. Астындағы су үстіндегі ыдысқа тиіп тұрмауы тиіс. Оның үстіне шоколад пен сары майды салып, оны газға қоямыз. Шоколад пен сары май әбден ерігенге дейін оны араластырып отырамыз. Шоколад пен сары майды микроволновкада ерітсе де болады. Ол үшін бірнеше секундқа микроволновкада ұстайсыз, одан кейін шығарып араластырасыз. Қайтадан бірнеше секундқа ұстайсыз, қайтадан шығарып араластырасыз. Осылайша шоколад пен сары май әбден ерігенге дейін осы процессті қайталайсыз. Келесі кезекте бір ыдысқа 2 дана жұмыртқаны салып, оған қанттың барлығын қосамыз. Одан соң 1 шымшым тұз қосып, оны венчикпен араластырамыз. Венчикпен көп араластырудың қажеті жоқ, жай ғана осы сұйықтығымыз біркелкі массаға айналып, қант аздап еруі тиіс. Келесі кезекте еріген шоколадты массамыздың барлығын құйып, біркелкі массаға айналғанға дейін барлығын жақсылап араластырамыз. Осы сұйықтығымызға құрғақ заттарымыз ұн мен какаоны елеп отырып қосамыз. Міндетті түрде елеп отырып қосамыз, себебі сұйықтығымызда ешқандай түйіршік қалмауы тиіс. Барлығын жақсылап араластырамыз, бізде қоймалжың масса пайда болуы тиіс. Осы массамызды уақытша қалдырамыз, ал қазір біз чизкейк даярлайтын боламыз. Чизкейк үшін бізге 1 дана жұмыртқа, 50 грамм қант және 300 грамм творожный сыр қажет. Алдымен бір ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды салып, оны миксермен немесе блендермен араластырып аламыз. Осы жұмыртқамызға үй температурасындағы творожный сырдың барлығын қосып, оны блендермен немесе миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Үй температурасындағы творожный сырды қолданатын себебіміз ол өте жұмсақ келеді, сондықтан ол біркелкі массаға тез айналады. Осы творожный массамызды кондитерлік мешокқа салып дайындап қоямыз. Жиырма сантиметрлі форманы фольгамен орап аламыз. Одан соң браунидің массасын барлығын құйып, бетін тегістейміз. Осы десерт үшін сіздер 4 бұрышты форманы қолдансаңыздар болады. Оның көлемі шамамен 18-18 сантиметр болуы қажет. Кондитерлік мешокқа салынған чизкейктің массасын осы браунидің ішіне кіргізе отырып, құйып шығамыз. Негізінен бұл тортты жасау барысында сіздер қасықты пайдалана отырып, брауни мен чизкейктің массасын кезектестіре отырып, формаға салып жасасаңыздар болады. Бірақ мен үшін осылай кондитерлік мешокты қолданған өте ыңғайлы. Бетін аздап лопаткамен тегістеп аламыз. Мен бетіне қатырылған шиені кіргізіп шықтым. Сіздер қалауыңыз бойынша әртүрлі жидектерді қолдансаңыздар болады. Клубника, малинаны қолдансаңыздар болады. Қатырылған емес, жаңа піскен жидектерді қолдансаңыздар болады. Десертімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Егер конвекция режимі болған жағдайда оны қосып қойыңыздар. Десерт піскен уақытта өте жұмсақ және қолымызға жабыспай тұрады. Бізде осы десертіміз өте нәзік келеді, сондықтан міндетті түрде формадан әбден суығаннан кейін барып шешеміз. Осымен біздің өте дәмді десертіміз дайын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, менімен бірге даярлаңыздар. Мен өз каналымда тек қана ерекше рецептермен бөлісемін. Назарларыңызға рахмет.